Қытайдың 36 қулығы. 36 айла. Санши Люжи. Әуел баста соғыста, сосын саясатта, мәдениетте, экономикада, тұрмыста қолданылған қулық сұмдықтар топтамасы. Ол сонымен бірге адамдардың жеке қарым-қатынастарында көп жағдайда алдамшы немесе қалыптан тыс әдістерге сүйене отырып, бірқатар айлы шарғыларды қолдану туралы Қытай тілінде жазылған арнаулы шығарма. Оны біздің заманымыздың 5 ғасырында Қытайдың Лю Сун патшалығы заманында Тан Даужи деген әйгілі соғыс генералы ежелгі кітаптардағы Қытай қулық сұмдықтарын жинақтап, өзінің соғыс амалдарын қорыту арқылы жазып қалдырған. Негізінен Қытайды түсіну үшін Қытайдың әскери айла шарғыларын түсіну керек. Олардың ең ежелгі ойшылы Лао Цзи айтқан екен: жұмсақ қаттыны әлсіз күштіні жеңеді деп. Яғни тамшы су тасты теседі. Жұмсақ биязы амалдар қатал келуге қарағанда өнімді болады. Қатып қалғандар тез сынады. Жұмсақ бейімделгіш нәрсе өміршең, ортаға сәйкескіш келеді. Ал әлсіз күштіні жеңетін себебі әлсіздер өз әлсіздігі себепті ақыл ойлап бастайды, қулық қарастырады, шығар жол іздейді. Ал күштілер өз күшіне сеніп қалады. Күштілік көбінесе қулықтың алдында сәтсіз болады. Ертегілерде кездесетін арыстанды құдыққа құлатқан құмырсқа туралы әңгіме желісі көбінесе осы идеяны айтатын секілді. Сондай-ақ Лао Цзи соғыспай жеңу деген идеяны ұсынған. Бұл идея бойынша, егер жауыңды соғысып жеңсең, күшпен бойұсындырсаң, олардың көңілінде қайткен күнде де өшпенділік болады. Бүгін болмаса, ертең болмаса, бірсі күні күшейсе, сенен өш алмай қоймайды. Соғыспен жеңу уақыттық қана бойсынуды туғызады. Ал соғыспай жеңу деген жауыңды жұмсақ амалдармен риза етіп, сеніміне бөленіп, мәдени тәуелді етіп, өз аяғымен саған келіп берілуге қол жеткізу. Мұндай жеңіс тұрақты болады, сондықтан соғыспай жеңуге тырысу керек дейді. Және құпиялықта құдірет бар. Құпиялық үрей туғызады деп есептеп, құпиялыққа мән беруге, құпиялық арқылы өз жараңды сыртыңа білдірмей, сыртқа күшті көріну керек екенін ескертеді. Құпиялығы жоқ нәрсені кез келген нәрсе жеңіп алады. Сондықтан бірінші ереже құпиялық болуға тиіс деп есептеген. Лао Цзидің бұл идеяларының бәрі бүгіндері Қытай мәдениетінің қанына сіңіп кеткенін байқаймыз. Қытай айлакерлігінің үлкен бір тамыры осы Лао Цзидің идеяларында жатыр. Қытайдың айлакерлікке қатысты кітаптары осы 36 айламен шектелмейді. Осыдан 2500 жыл бұрынғы Қытай ойшылы Сун Цзи соғыс өнері кітабын жазған. Аталған кітап күні бүгінге дейін әр елдің қорғаныс саласындағы оқыту істерінде, үлкен әскери жобалар мен әрекеттерде тіке пайдаланылады. Бұдан басқа Қытайдың әйгілі романдарының бірі «Үш патшалық хикаясы» деген кітабында да небір айла тәсілдер әдеби тәсілде айшықты жазылған. Онда Қытай 3 патшалық болып бөлінген кезде әскери айлакерліктің небір тірі мысалдары көрсетілген. Қытайды азат етуші көсемі Мао Цзедун Қытайдың ішкі соғысы мен Жапонға қарсы соғысында осы Дао ағымының, сосын Сун Цзиның әскери ілімдерін жетілдірген. 36 айла кітабындағы көптеген соғыс айлаларын тіке қолданған. Әсіресе партизандық соғыс жасау, соғыстың қозғалысты күйін сақтау, жау күшті, өзі әлсіз болғанда ұзаққа созылатын соғыс жасау, практикалық білімді негіз ету, қарапайым халықтың күшіне сүйену, шаруаларға жер бөліп беріп, қолдауын қолға келтіру секілді көптеген ережелермен айла тәсілдерді дамытты. Оны батыс әлеміне алғаш рет таныстырған швейцариялық Харро фон Зенгер болатын. Ол Тайбей университетінде жұмыс істеп жүрген кезінде түк шықпаса, онда қашып құтыл деген Қытай мақалымен танысады. Қазір бұл кітап әлемдегі әскери соғыс тактикасы мен стратегиясы үшін маңызы айрықша, әлемдік кең тараған кітаптардың бірі болып есептеледі. Қытай елі 5000 жыл бойы көптеген халықтар жағынан бодан етілсе де, ақыры қытайлық мәдениет бәрін жеңіп, өзін билегендерді түгел
қытайландырып шығуына бұл кітаптың зор әсері болғаны сөзсіз.